мінекей өткенде тігіп атқан 2 түстен 3 түстен деп тігіп жатқан көздерімді мынандай құрап шықтым. Бұны шынжыр құрақ деп айтады. Негізі бұл алдындағы тіккен көрпешеден қалдықтар болатын, содан тіктім. Енді осындай материал алу керек болды. Шынжыр құрақ. Шынжыр ши құрағымыз осы. Мінекей 2 түстен біреуін тіктім. Мына 16 болып шықты. Мына 2 түстілігі мынау мінекей. Мына 3 түстен мінекей. Бұның да өлшем 16. Мына 3 түстен. Мына 2 түстен. Соларды осылай түсіне қарай бәрін есептеп қойып шығамыз, сөйтіп тігіп аламыз. Шынжыр құрақ деген осы болады. Енді бұның шетіне осындайдан 3-еу қойсақ, ұзыннан ұзақ осындай 3-еу қойсақ, сонда бір көрпешенің ортасына болады екен. Қазір мынау 60 болып тұр. Шетіне бір ашықтау светтен қойсақ, суды. Сонда жарасады. Мінекей өздеріңіздің ойларыңызды айта кетіңіздер. Құрақ қалай шыққан? Енді осындай 3 түстен маталуым керек болды. Көк, жасыл, күлгін. Алпыс болғанда 3-еуін қатар қойсам, 1/80 болады екен. Сонда ары қарай шетіне суымен 2/20 көрпешеміз шығатын болады. Ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сұлу ма, сұлу емес па, қалай? Ұнай ма сіздерге? Басқаша түрлендіріп істеуге де болады екен бұны. Алдағы уақыттың еншісіне оны қойдым.